Ақыр заман боларда, құрамалы қорғанды үйің болады, айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын, ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырық болатын, бежірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін, кекірей деген келінің болады. Ішкенің сары су болады, берсең итіңді ішпейді. Бірақ адам оған құмар болады. Домалақ-домалақ түймедей дәрің болады. Жастарға билігі жүрмейтін кәрің болады. Ертеңіне сенбейтін күнің болады. Бетіңнен алып түсетін інің болады. Алашы бар тілің болады, дүдәмәлдау дінің болады. Әйелің базаршы болады, еркегің қазаншы болады. Бұқараны құмылады, төрткіл дүниені су алады. Өлімің қойдай болады, садақаң тойдай болады. Түйең бұлан болады, жылқың құлан болады. Сиыр пұл болады, қатын би болады. Қиналғанда шапағаты жоқ, жақының болады. Ит пен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатының болады. Ақыр заман боларда, орыс қазақ қосылып, бір-біріне үйір болады. Сөйткен заман кез келсе, түзелуі қиын болады. Соның бәрін көрерсің, көріп тұрып өлерсің.